сол бір студентім және әріптестеріміз Қытайға барып келді. Біреуі жай бір конференцияға барды, біреуі жай аудармашы ретінде бір топпен еріп барып келді. Туристік топпен ба сонда. Барып келгеннен 180 градус өзгеріп келді ғой көзқарастар. Нетіп келді, ауыз ашып. Қытай деген қалай дамып кеткен деп. Бірінші реакциясы сол. Екінші, Қытайлар деген не деген андай не халық деп келеді андай. Ашық жарқын, кішіпейіл, сондай керемет халық екен деген. Осындай реакциялармен келеді. Бізде ол мен айтып отырған бір-екі ғана ол кейс. Сіздер жаңағы шекара ашылғаннан кейін, шекара ашылып деген ғой, ана визасыз режим жүзеге қосылғаннан кейін барып жатқан біздің туристеріміздің көбісі сондай көзқараспен келеді. Ол әрине ол келгеннен кейін өзінің отбасына, туыс-туғанына барлығын айта бастайды. Міне осы біртіндеп біздің қоғамдағы жаңағы синофобиялық деңгейлердің кішкене төмендеуіне әсер етіп жатқан жайты